Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бірге құйрық майды 3 түрлі әдіспен бірге маринадтайтын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Мен 1 килограмм құйрық майыны жуып тазалап, осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Яғни 4 немесе 5 бөлікке бөліп алыңыздар. Енді 2 түрлі ыдысқа осылай салатын боламыз. Мен бірінші ыдысыма пияздың қабығын пайдаландым. Және екеуіне бірдей етіп тұз және лавр жапырағы, осындай қара бұрыштың домалақтарына бірге, яғни бірдей етіп салып алатын боламыз. Енді құйрық майларымызды 2 ыдысқа салып, оның үстінен суымызды құйып, газге қоятын боламыз. Міне осылай газге қойып қойдым. Қайнап шыққан соң орташа отта 25-30 минуттай қайнатып аламыз. Суығанша қойып қоятын боламыз. Суыған соң маринадтайтын боламыз. Мен жаңағы дәмдеуіштерден тұз, чеснок, кориандр және қара бұрышты салдым. Барлығын бірге жақсылап араластырып, құйрық майларымыздың барлық жеріне біркелкі етіп жағып аламыз. Яғни барлық жеріне тиюі қажет. Менде төменде описанияда барлығының мөлшерлері жазылған. Сол жерден қарасаңыздар болады. Құйрық майларымызды осылай қолымызбен барлығына міне осылай біркелкі етіп жағып шықтым. Енді мен біреуіне жаңағы паприканы жағатын боламын. Осылай паприкаға батырып шығамын. Егер сіздер паприканы ұмытпайтын болсаңыздар, онда батырмасаңыздар да болады. Осылай контейнерлерімізге сыйғанша салып алатын боламыз. Не осылай контейнерге орналастырып, мұздатқышқа 3 сағатқа қойып қоятын боламыз. Менде 3 сағат тұрды. Енді осылай кесіп дастарханымызға тартсақ болады. Достар, қазы қартамен араластырып, дастарханға тартсаңыздар да өте керемет, столдың сәнін ашады. Және осындай күн суық кезде, ауа райының құбылмалы кезінде суықтағанға өте таптырмас, пайдалы тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасамаған болсаңыздар жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, видеоның астына өз пікірлеріңізді комментарий арқылы қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Айнұр, ас болсын.